Балалар, біз есеп шығарған кезде мысалы жылдамдықты бір өлшем бірліктен екіншісіне өрнектей білуіміз керек. Мысалы жәнегі 12 километр сағатты метр минутқа қалай өрнектейміз? Ол үшін метр минутқа өрнектеу үшін 12 километр, 12-ның өзін жазамында, километрдің ішінде километрді метрға айландырам. 1 километрда 1000 метр бар. Олай болатын болса, 1000-ға көбейтемін. Одан жәнегі келесі сағатты минутқа өрнектеуім керек. 1 сағатта 60 минут бар. 60-қа бөлемін. 60 минутқа бөлемін. Тең. Енді 12-ні 12-ні 1000-ға көбейтсем, 12.000 болады. 12.000-ды 60-қа бөлетін болса, 12-ні 6-ға бөлсем, 2, мына жерде менде кішкене сыймай қалды. 2, одан кейін мен 0-дің 1-ін жәнегі қысқарттым, менде 2, 0 қалды. Сонда 200 метр минутқа тең болады екен. Балалар, жылдамдыққа берілген есептерде жәнегі өлшем бірліктерін екінші өлшем бірлікке өрнектеген кезде осылай өрнектейді екенбіз. Осыны есімізге сақтаймыз.